Ойбай, вот умный же. Жігіттер, машина кел. Барайық. Ассалаумағалейкум аға. Қандай жұмыс бар? Уағалейкум ассалам. Жұмыс мынадай жігіттер. Туалет тазалау керек. Қандай туалет тазалау керек, братан? Кәдімгі даладағы туалет. Бірақ оны қолмен тазалау керек. Братан, не айтып тұрсың? Қолмен тазалаған ес? Кет жігіттер. Нормал жұмыс ба десем? Тоқтай тұр. Тез қолмен тазалай саласыңдар ғой? Онда жұмысты аштан ойқандар істемейтіндер, братан. Өздерің білесіңдер. Бұл жерде тұрмақ қой, братан. Бәрі оны жұмыс ешкім істемейді бұл жақта. Жігіттер, қарасыңдар, кешек боқ тазалайтын машина емес пе мынау? Иә. Келе берген несін қайта-қайта? Кім барады дейсің онда жұмысқа? Соны айтсың. Иә. Анаң қарасындашы, боқ машина қара кетті анау. Иә, істейді дейсің ба соны, қайтып келеді ол. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Не істеу керек сізге? Туалет тазалау керек. Болды аға. Бірақ оны бар ғой, қолмен тазалау керек. Қандай жұмыс болса да істей беремін жұмысты. Неге? Үйдегі анам қазір науқас, сол кісіге дәрі-дәрмек керек еді. Онда сіз шын мұқтаж жан болдыңыз ғой, иә? Түсінбедім аға. Так. Бауырым, мынаны алыңыз. Жоқ аға, ала алмаймын. Мынауыңыз тым көп пе? Жоқ, бауырым, қолымды қайтармаңыз. Бұл менің әкемнің айтып кеткен аманат етін. Ол кісі осыдан 1 ай бұрын дүниеден өтті. Сол кезде осындай шын мұқтаж жанды тауып, осы ақшаны бер деп айтқан еді. Сол шын мұқтаж жан сіз болып шықтыңыз. Алла анаңызға шипа берсін.